Ұлы тұлғаларда саяси қуғын сүрген құрбандарын еске алып, мемлекет және қоғам қайраткері Сұлтанбек Қожановтың ескерткішіне гүл шоқтары қойылады. Біздің еліміз үшін ең нәубет, ең қиын кезеңдерді еске алып тұрмыз. Бұл қазақ тарихында, ұлт өмірінде ешқашан ұмытылмайтын, өшпейтін нәубет, қасірет жылдар. Президентіміздің жарлығымен осы нәубет жылдарында қуғын көрген мыңдаған жазықсыз жандарды ақтау жөнінде республикалық комиссия құрылған. Ол комиссия біздің өңірімізде де құрылып жұмыс істеп жатыр. Бұл Сұлтанбек Қожанов деген кісі политехникалық институтта директор болған. Ол кісінің Ақжар газетінің редактор болған. Құтты болсын балам, құтты болсын. Жұрт үшін халіңді ойлайтын кез келген жоқ па? Тірі болса қалдымыз үлкен той.